Bir кезде бұл өмірге екі сәби келді. Бірі Ербош, бірі Фарида. Екеуі екі бөлек отбасында өсіп, балалық шақтың қызығын көріп, өз армандарымен ер жетті. Ербош ақ көңіл, еңбекқор болып өссе, Фарида мейірімділігімен, инабаттылығымен ерекшеленді. Балалық шақтың қызықты күндері артта қалып, екеуі де мектеп табалдырығын аттады. Уақыт өте келе, мектеп қабырғасында білім алып, достар тауып, үлкен өмірге дайындалды. Қызым, міне оқуыңды да аяқтадың. Кеше ғана қолымнан жетектеп мектепке апарғандай едім. Уақыт қандай тез өтті, мама? Иә, қарағым. Мектеп бітіру кеші де келіп жетті. Қолдарына аттестат алып, әрқайсысы өз болашағына қарай қадам басты. Фарида, давай сен Ербошқа айтшы, еденса салып берсін. Ұят қой, бірақ жазып көрейін. Міне телефон саған, жазып көр. Ештеңе етпейді. Жаз көр, міне телефон. Ой, жауап келді. Көрдің бе? Ең бастысы қанша салған емес. Онда не? Ең бастысы ол саған жауап берді. Ол кезде тағдырдың оларды бір күні жолықтыратынын ешкім білмеген еді. Арада уақыт өтіп, тағдыр жолдары тоғысты. Ербош пен Фарида танысып, бір-бірін жақынырақ тани бастады. Бірге серуендеп, ұзақ әңгімелесіп, болашақ туралы армандарын бөлісті. Әр кездескен сайын жүректері жақындай түсті. Көп ұзамай достықтары шынайы махаббатқа айналды. Бір-біріне сенім артып, өмір жолын бірге жалғастыруға шешім қабылдады. Осылайша, қос ғашық шаңырақ көтеріп, жаңа өмірдің есігін ашты. Жылдар өте келе олардың отбасы үлкен бақытқа кенелді. Дүниеге тұңғыш сәби келді. Кейін тағы да перзент сүйіп, шаңырақтары шаттыққа толды. Бүгінде Ерболсын мен Фарида 3 баланы тәрбиелеп отырған бақытты ата-ана. Сүйіспеншілік пен сыйластыққа негізделген отбасының берік үлгісін қалыптастырды. Міне, уақыт деген зымырап өте шығады екен. Кеше ғана болашақ туралы армандаған жас жігіт пен бойжеткен бүгінде өнегелі отбасының тірегіне айналды. Ал бүгін сол отбасының асқар тауы, аяулы жар, қамқор әке Ерболсын 40 жасқа толып отыр. 40 жыл, өмірдің үлкен белесі. Бұл жинаған тәжірибе, құрған отбасы, тәрбиелеп отырған ұрпақ, артта қалған жарқын естеліктер мен алда күтіп тұрған әсем күндер. Ал Ерболсын бүгін келіп жеткен туған күні құтты болсын. Әрқашан денсаулығың ең бастысы мықты болсын. Фарида екеуің осы уақытқа дейін қалай тату тәтті өмір сүріп келатсыңдар, содан ағаты солай жүре беріңіздер. Бала шағаларың қызығын көріңдер. Өсіп келе жатқан балам ұл ғой, қыз да әйтеуір медальды болып, енді спортқа қатысып, спорттың әртүрлімен көрініп жатыр. Мектепте беделі болып жатыр балаларым. Солай әрқашанда ойнап күліп жүре берсін, аспандар ашық болсын. Алыстан жақыннан келген достарымға да тілейтін сол аспандар әрқашанда ашық болсын, дендері сау болсын, бала шағалардың қызығын көрсін. Аман болыңдар. Құрметті Ерболсын мен Фариданы сыйлап келген достары, туыстары, көршілері, барлықтарыңызды келген қадамдарыңыз құтты болсын. Ерболсын, атасының баласы, бүгінгі туылған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болып, денсаулығың мықты болсын. Фарида екеуің бір жастықта қартайып, ақсақалды сартысты болыңдар. Ұлдарыңның, қыздарыңның қызығын, қуанышын, рахатын, мейірімін көріңдер. Ұлты ұяға, қызды қияға қондырып, сендер де үлкен қария болыңдар. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Аспандарың ашық болсын. Әрқашан осылай тату тәтті, бір-біріңді аялап, сыйлап, өмір бойы өмірлерінің соңына дейін сыйласып жүре беріңдер, балаларым. Сендер жақсы болсаңдар, бәрі жақсы. Достар көп, туыстар көп, бәрі жақсы. Өстіп, қандай қазір ашық жүрсеңдер, сондай ашық, жарқын, мейірімді болып жүре беріңдер. Алла жар болып, әрқашан аспандарың ашық болсын, әрқашан Алла жар болсын сендерге.
арман тілектерің бар, қандай өздеріңнің іштен ойлаған сол арман тілектеріңнің барлығы орындалсын. Мына келіп отырған қонақтар, туыс-туғандар бар, достарың бар, барлықтарыңа балаларым үйлеріңде тек қана жақсылық пен қуаныш болып, өстіп тату тәтті болып бәрің бір шайды бөліп ішіп, ойнап күліп жүре беріңдер. Әрқайсысының үйінде жақсылық, қуаныш, той болсын. Аспандарың ашық болсын бәріңнің, заманымыз тыныш болсын, зілзаладан, жаңа соғыстан сақтасын. Тек қана жақсылық тілеймін. Жақсылап көңілдеріңді көтеріп, жақсы отырыңдар. Өстіп, күліп жүре беріңдер. Ал балам, Ербошка, бүгінгі міне 40-қа келген тойың құтты болсын. Жасың ұзақ болсын. Денің сау болсын. Үйде ғана балаларымыз аман болсын. Не дейміз енді? Ана әке-шешелерің аман болсын. Өсіп, жарқырап, жұлдыздан жаңа жүре бере ғой. Алланың берген жаса жан. Рахмет. Ербошка балам, бүгінгі 40 жастық мерейтойың құтты болсын. Саған бар әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Отбасыңа амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Фарида екеуің осы бала шағаларыңның қызығын тең көріп, достарыңның алдында әрқашан жарқырап жүре бер. Аспанымыз ашық, деніміз сау болып жүре бере ғой.